Егемендік алса да еңіреп жүрген алашым, опасыз мына билікке алданып күнде барасың. Үміт күтпе биліктен, жемқорлыққа келіккен, оқығаннан опа жоқ, жағынумен күн өткен, шығармайды түнектен, қазағымды жүдеткен, билік елді іріткен, ойлан, толған қазағым. Жиналғаннан кейін бәрібір соны митингі деп есептеп тұр ғой бұлар мінекей. Митингі деп есептемейсіз ба? Мен митингі деп есептемеймін, бірақ алаңға шық дедім. Алаңға шықса, ел жаңағы Тоқаевқа деген қарсылығын айтса, соған деген мұңын зарын айтса, мына полицейлердің құйтырқы істерін айтса, беталбаты çıtыратып салып жатыр, беталбаты ұстап алып айыппұлды салып жатыр. Ей Нұрсұлтан, жеке-жеке жол аштың, жұмысың жоқ істейтін, көшіп жатыр қазақтарынан да жоқ істейтін, жұмыс іздеп қазағын қаңғып кеттін істейсің. Кедей қолын жайып тұр, бастық біткен байып тұр, қанын сорып елімнің жылмайы боп тайып тұр. Жекелікке ауатын, қара жерді соныкі, малдың бәрі соныкі, заттың бәрі соныкі, машина да соныкі, трактор да соныкі. Айтшы қане Нұрсұлтан, қашан болады менікі? Қашан болады? Жаңаөзенге оқ аттың, адайларды сорлаттың, оралманды тоқтаттың, бұл бұйрықты неге айттың? Тағымды тартып алар деп, Заманбекті неге аттың? Сырымды ашып қойды деп, Алтынбекті неге аттың? Тыныш жатқан қазақтың қояншығын ояттың. Қазір біздің отан, қазағым, ұлтым, тілім, жерім деп сарнап жүрген өңкей кемпір шал. Ал жастар қайда? Егер жастар шықса, мен құсап әкелетті айыппұлды кептіріп салады, немесе кептіріп қамайды. Сөйтіп жастардың ұрпағына балта шауып жатыр мына билік. Ана журналистерді Думанды не қып соттады, Айгерімді не қып соттады, ана Марат Жыланбайды соттады, Асқар Сембайды соттады, ана Айдос Садықовты атқызды әнекей.